Әлихан Бөкейхандар 1917 жылы ең алғаш бүкіл қазақ құрылтайы жер бетіндегі қазақ болғалы бірінші құрылтай болды. Сол 17 жылы бүкіл қазақ жиылған құрылтайында ең бірінші басты жарғысында жазған болатын. Қазақтың салтын, дәстүрін, тілін сақтап, Европаның мәдениеті мен ғылымын, білімін игеріп, Жапония сияқты мемлекет құрамыз деп. Әлихан Бөкейхан Санкт-Петербургта Орман шаруашылық университетін бітірген кезде 9 тілді білген екен. 9 тілді білген жалғыз студент ғылым доктор атағын алып шыққан. Ондай адамдар саусақпен санарлық сол кезде. Лениннен деңгейі ол есе артық болған. Сол кезде біреу айтыпты ғой, біздің Әлиханмен де сөйлесетін бір адам бар екен ғой, теңдей салатын деп. Шында Ленин кімнің қасында ергежейлі сияқты болған. Өте керемет сол кездегі. Сұлтанмахмұт Торайғыровтар, кешегі қасында жүрген Мағжандар, бәрі сол Әлиханның қасындағы көмекшілері болған. Олар енді Шәкәрімді ұстаз деп санаған, Абайды ұстаз деп санаған, негізгі Алаштың идеясын, іргетасын қалағандар Ахмет Байтұрсын, өздеріңіз Әлихан Бөкейхан, Міржақып, Мағжандар, Мұстафа Шоқайлар. Содан кейін олардың қасында өте көп талантты адамдар болған. Өкінішке қарай баудай қылып қырып тастады. Қырғыздарды да қырмаған 37 жылы, өзбекті де, тәжікті де ешкімді қырмаған, тек қана қазақтардан. Өйткені аналардың деңгейін көрген кезде шошқан, керемет әлемдік деңгейде. Көз алдыңызға елестетіңізші, сол 17 жылғы Әлихандардың жазған мақалаларын оқып отырған кезде мен сұмдық таңғаламын. Данияда сиырды қалай өсіріп жатыр, Австрияда қойды қалай өсіріп жатыр, жерді қалай бөліп жатыр, егінді қалай егіп жатыр. Мұхтар Әуезовтің 18 жылы Жапонияға барып келгендегі жазған мақаласын оқыған кезде адам сенбейді ана 18 жастағы адам жазғанына. Қандай ядерный керемет адамдар болған. Олар шынымен өмірде тірі болған кезде Қазақстан бүгін Япониядан 10 есе артық ел болушы еді. Өйткені біздің жердің астындағыдай байлық, уран, беткеземелі металл, көмір, алтын, күміс, мұнай, былай бүкіл менделік табиғатсыз бар да. Осынша жерде біз игере алмай жатқанымыз үстіп бетіне шығарды. Бүкіл қаймақты сылып алды, тобыр қалды. Қалғандар қашты. Қытай, Ауғанстан, Ресейге қашты. Біздің 7 миллион қазақтың 5 миллион қырық жерге. Қазір есімізді енді жинап жатырмыз. Олар да сендер сияқты еттен, сүйектен қарапайым адамдар, бірақ жүректерінде рух, санасында елге, жұртқа қызмет істейін деген ой болған. Әлихан Бөкейхан айтқан, тірі болсам, қазақтар қызмет етпей кетпеймін. Соғыс үшін дүниеге қамалды, қанша азапты көрді, айтқанда тұрды. Жаңа Міржақып айтады, қалғанша жарты жаңқам мен сенікі пайдалан, керегіңе жара салашы. Осындай сөз жүректеріңізге кіргізіңіздер әрқайсыларыңыз. Сол кезде сендер қара басың қамышың ғана емес, ел үшін істейтін, жұмыс істейтін азаматқа айналасыңдар. Өзің үшін ғана жұмыс істесең, өз үшін оттаған хайуан болғаның дейді. Адамзаттың қадірі үшін жұмыс істесең, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сондықтан бәрің алашшысыңдар. Ең кереметі алаштың идеясын жүректе сақтасақ, ауызбен емес қолмен істесек, сондықтан біз неге алаш көсемдерін сіздерге беріп отырмыз? Олар біздің бүгінгі өмір сүруіміз үшін жанын қиды. Қазақтың границасын делимитация жасау, қазақтың бүгін қырғыз қайсақ деген неменені атты Қазақстан деп, қазақ елі деген атты алып берген, біз үшін құрбан болған адамдардың, көсемдердің атын жерге қаратуға сендерде хақларың жоқ. Сондықтан айтасыздар, мен Мұстафа Шоқайдың атын жоғары ұстаймын. Мен Сұлтанмахмұттың қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам? Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деген. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген Сұлтанмахмұт. Тәңір қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Кінәлі емес Құдайда, күн мен жұлдыз һәм айда, жұмақ күткіш наданның орны тозақ әрқайда. Теңгелер дейін деген сөз тек жұғаттан бір айлай. Әлиханның соңынан ермеңдер деген үндеу тарап, қазақ қаласына таратқан. Бірақ вақытына орай қазақтардың сол кездегі санасы ашық болған, білімге, ғылымға қарай ұмтылған, бірақ сорымызға қарай Әлихандардың басын аударып тастады. Қазір бір тұтас болып тұра отырған қазағымыз, жартымыз гүленшіміз, жартымыз сәләфитпіз, жартымыз сопымыз, жартымыз Хизбут тахриріміз, тағы бірдеңке. Бұрын арғын, найман, ол жүз болып бөлінгеніміз, ағыласы, бұғыласына бөлінген